Сәлем достар, бүгін біз себет нан жасаймыз, яғни корзина. Ең алдымен апара дайындаймыз. Жылы суымызға кішкене қант салып, және аштыққаны салып араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Үлкендеу ыдысқа жылы сүтімізді, шемшік майымызды құямыз. Жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Тұзымызды саламыз, және ванилинімізді салып араластырып аламыз. Біздің апарамыз көтерілген соң осы массаға құямыз. Және өстіп араластырып, ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп, осылай илейміз. Бізде қаттырақ қамыр шығады. Және кішкене шемшік май құйып, өстіп 1-2 минут илеп аламыз. Бетін жауып, қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Енді қазанымызды дайындаймыз. Қазанымыздың сыртын осылай фольгамен орап шығамыз. Қамырымыз көтерілген соң, сол көтерілген қамырды қойып, бөлшектерге бөлеміз. Мен 50 граммнан 3-еуін кесіп алдым, және 150 граммнан 3-еуін кесіп алдым. Және негізгі бөлшегі түбіне 600 грамм өлшеп алдым. Міне осылай қамырларды ұзынша етіп созып қоямыз. Өзімізге қазір созуға оңай болу үшін осылай созып қою керек. Достар, мен каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менеке қамырларды созып қойдым. Міне енді түбіне алған қамырды осылай оқтаудың көмегімен жайып шығамыз. Өлшеп көргенде 40 сантиметрдей болды. Осылай роликтің көмегімен кесіп шығамыз. Осылай алып тастап кескен жөн, өйткені әлі келмейді. Осылай жасасаңыз өте ыңғайлы. Осылай қазанымыздың астын майлап жібереміз. Және кесілмей қалған жерлері болса, пышақтың көмегімен кесіп жібереміз. Астына ұн сеуіп, қазанға қойып, жай тартып, осылай ашып шығамыз. Кесілмей қалған жерлерін пышақтың көмегімен кесіп шығуға болады. Және қамырды қазанның түбіне дейін тартудың қажеті жоқ. Өздері жылжи бастайды. Мінекей жұмыртқамызды жағып шықтық. Және 170 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Енді бағанағы өлшеген 150 граммнан өлшеген 3 қамырды мен осылай созып өріп шықтым. Енді 50 граммнан өлшеген қамырымды созып, қазір өріп шығатын боламын. Осы жасап жатқаным ручкасына керек. Себет нан негізі 3 бөліктен тұрады. Түбі, ручкасы және жиегі. Түбін жасадық. Мынау мен жасап жатқаным бұл ручкасы, ал анау жоғарыда тұрған ол жиегіне қойылады. Мінекей біздің себет нанымыз пісіп шықты. Енді қазанымызды аламыз. Осылай фольганы ашып, қазанымызды алып аламыз да, жайлап фольганы алып, босатып аламыз. Мінекей бізде себет нан дайын болды. Енді жиегін осылай қазанның жиегіне орналастырамыз. Және де мынау ручкасы. Ручкасы әдемі доғал болып тұру үшін мен осылай фольганы қолдандым. Осылай қойсаңыздар әдемі шығады. Және жұмыртқамызды әдемілеп жағып шығамыз.
170 градуста бір 15 минуттай пісіріп аламыз. Достар, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің рецепттерім сіздерге ең бірінші болып көрінетін болады. Мінекей жұмыртқамызды барлық жеріне жағып шықтық. Енді қызып тұрған пешке салып аламыз. Мінекей дайын болды. Осылай жайлап алып, қазаннан босатып аламыз. Корзинаның жиегі, біреуі ручкасы. Мінекей енді құрастырамыз себет нанымызды. Осылай зубочистканың көмегімен немесе шпажканың көмегімен осылай қадап бір-біріне жалғастырамыз. Бізде өте әдемі себет нан шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Мінекей барлық жерлеріне зубочистканы тығып, бір-біріне жалғап шығамыз. Ручкасына да солай жасаймыз. Екі жағына зубочистканы тығып, жалғастырамыз. Жиегі шамалы артықтау болса, қайшының көмегімен немесе пышақтың көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Мінекей жиегі дайын болды бізде. Енді ручкасын жасаймыз. Осылай зубочистканың көмегімен оны да жалғастырамыз. Мінекей біздің себет нанымыз дайын болды. Өте әдемі шықты. Және ішіне толтырып, әртүрлі тәтті тоқаштар жасасаңыздар болады.